Сәлем қыздар, мен сіздерге бүгін осындай әдемі домалақ жастықтың тігілу жолын көрсетемін. Схемасы міне сіздерге көрсеттім, скриндап алыңыздар. Дәл осы схеманы матаға түсіреміз. Матаның ұзындығы бізде 1,5 метр, ал міне екі шетіндегі өрнек жоқ жерлердің барлығы 15 сантиметрден екі жағы, және де тор көздердің өлшемі бізде 3-3 сантиметр. Бір жағына осылай сызып қойдым. 15 сантиметрлік жерді олай сызбасаңыз да болады. Екі жолында мен сіздерге көрсетемін. Яғни екі шеті 15, ортасындағы өрнек жоқ жер бізде 10 сантиметр, және де мына тор көздердің барлығы 3-3 сантиметрден. Тура осы схемада көрсетілгендей тор көздерді дәл осылай сызып шығасыздар. Бір көз қалдырып сызып отырасыздар. Бұл жерде өлшемдерге ұқыптырақ болу керек. Біздің өрнегіміз әдемі, айналасындағы өрнекте әдемі шығу үшін дәл осы сызықтар бір-біріне сәйкес келу керек. Міне біз матамызға өлшемдердің барлығын нақтылап сызып алдық. Енді тігу жолын көрсетемін. Тор көздердің ішін белгілеп сызып алу себебіміз, біз қазір дәл осы тор көздердің тігіп шығамыз. Міне бір бұрышынан аласыздар, екінші бұрышына қадайсыздар, және де осы екі біріктірген жерді жақсылап тігеміз. Яғни осы жер сөгіліп кетпеу керек. Жіпті әртүрлі түстен алсаңыздар болады, ол кейін көрінбей кетеді. Біріншіден, екіншіден кішкене қалыңырақ қылып алыңыздар. Осындай түйіліп қалуы мүмкін, жіптеріңіз шатасып, но ештеңе етпейді. Үйреніп кетесіздер. Басында қиындап болып көрінгенімен кейінірек оңай болады. Менің матам турецкий матовый велюр, оның ұзындығынан аласыздар. Егер тігінен алсаңыздар, инеңіз өтпей қиналасыздар. Ұзындығынан жақсы тез өтеді ине. Бірінші тор көзімізді біттік. Енді бізде екі қатар ғой, екінші қатарды тігеміз. Мұқият болыңыздар осы жерде. Бір қатарды соңына дейін тікпейміз. Бірінші қатарды тігеміз, сосын кезектеп екінші қатарды тігеміз. Қазір қайта бірінші қатарға өтеміз, содан соң екінші қатарға өтеміз. Видеоны мұқият қараңыздар. Мына жердің жібі тартылып қалмау керек. Екі өрнектің ортасы кішкене жіпті қалдырасыздар. Турецкий матовый велюр болғандықтан тығыз мата, сондықтан жіңішке инені таңдаңыздар. Және де иненің көзі де жіңішке болсын. Басқа жағдайда мына қолыңызға кіріп, ине өтпей сондай қиналасыздар. Осылай тігіске мұқият болыңыздар. Кезекпен тігіп отыра береміз. Бірінші қатардың өрнегін тігеміз. Міне екі шетін біріктіріп, бір шетінен инені кіргізіп аламыз, екінші шетінен тағы кіргізіп аламыз да осы екі біріктірілген жерді жақсылап тігеміз. Арасындағы мына жіп қысқармау керек. Енді осын тігіп болған соң келесі қатарға өтеміз. Осылай кезекпен тігіп кете бересіздер. Егер менің видеом тым жай немесе тым тез болып жатса, ютубта өте жақсы бір сондай функция бар. Настройка бөліміне кіріп, тез немесе жай ете аласыздар. Міне мен көрсеткендей кезекпен осылай тігіп кете бересіздер. Видеода барынша жай іс-әрекетпен көрсетуге тырыстым, себебі басында қиын болып көрінеді, бірақ тез жатталады. Екі қатарды да тігіп біткеннен соң мен кішкене орындар қалдырдым. Неге? Себебі екі бұрышын, екі жағын біріктіріп тігеміз. Біріктіріп тігіп алғаннан соң қалған тор көздеріміздің барлығын дәл осылай өрнектеп тігіп шығамыз. Міне екінші беті осындай болады. Осындай әдемі өрілген сияқты өрнектер шығады. Міне екі жағын біріктіріп тіктім. Біріктіріп тіккен кезде 2-3 қатар тігіс жүргізіңіздер. Бұны қолмен тіксе де болады, бірақ мен көбінесе машинкамен тігемін. Енді қалған тор көздерді тігіп шығамыз. Ал ішкі жағы бізде осындай әдемі өрнекті. Барлық өрнектерді тігіп болғаннан соң осындай енді екі жағын жиырып тігетін боламыз. Мен бір жағын сызып қойған болатын, сол сызықпен тіксеңіздер болады, қарап шпаргалка ретінде. Ал енді сызбаған жағын осылай өрнектің қырын шығарып, түзулеп, жинап, жиырып тіксеңіздер болады. Видеоны мұқият қараңыздар, бәрі түсінікті болды деп ойлаймын. Егер сіздерге бір сұрақтарыңыз болса, түсініксіз жерлері болса, комментарий бөліміне қалдырыңыздар. Және де менің бұдан да көп
неше түрлі әдемі буф жастықтар туралы түсіндірме видеоларым бар. Одан да бөлек құрақ жастық, тігіннен, тоқымадан әртүрлі видеолар бар түсіндірме. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Біріктіріп жиырып тігу сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Енді біз гүлін жасаймыз. Бір жағына гүл тігеміз, екінші жағына түймеші жасаймыз. Осы домалақтардың диаметрі 8 см. Осыны олай бір-біріне қойып тігеміз. Енді үшінші домалақ жағын біріктіреміз. Келесі бетіне тігесіздер де көктеп тігіп шығасыздар. Көктеп тігіп шыққан соң астына жібереміз бір жағын үстіне жібереміз, және де оны да осылай көктеп тігіп шығамыз. Сонда тартқан кезде бізде әдемі гүлдің қауырсыны шығады. Біз тік төртбұрышымыздың екі жағын тігіп аламыз. Екі жағын тігіп алғаннан соң мен машинкамен тіктім, негізі қолмен тіксеңіздер де болады. Матовый велюр болғандықтан, қатты мата, сондықтан қолмен тігу ыңғайсыз. Енді екеуін біріктіріп тігеміз. Менде бұл 15 штук шықты. 15 штуктың барлығын біріктіріп тігіп орай салдым. Орадында ортасына кішкене матадан домалақ, диаметрі 9 см болатын домалақ матаны алып, оны жаңағы ыстық клеймен жабыстырып, қазір домалақ матаны ортасына қоясыздар, ыстық клеймен шетін жабыстырып аласыздар, және де біздің мынау гүлдің ортасы бутоны, соны немесе тігеміз, немесе ыстық клеймен жабыстыра саламыз. Енді буф жастықтың екінші жағына осындай түйме жасаймыз. Кәдімгі бұл менде қақпақ, және де соған размеріне сәйкес матаны қырқып алдым да осылай тігіп тастадым. Өте оңайы, әдемі түймешік көрінеді. Енді біз жаңағы өзіміздің жастығымыздың ішіне синтефон саламыз. Синтефонның салмағы менде 640 граммдай болды. Барлығын салып, жаңағы өрнектер тұратын жерлердің бәріне нығыздап саласыздар. Сонымен біріктіріп, жиырылған жерлердің барлығын тігіп шығасыздар. Жібін тартып қалсаңыздар, әдемі болып жиырылып қалады. Енді екі жағына, бір жағына түйме, бір жағына гүлді тігетін боламыз. Тіккен кезде кішкене тартыңқырап тігіңіздер. Мен видеода қараңыздар, мұқият қараңыздар. Мен осылай қалың жіп алдым, үзіліп кетпес үшін. Екінші жағына тіккенде оңай болу үшін осындай үлкен жуалдыз бар. Сол жуалдызбен тіккен оңай, негізі инеде болады, бірақ қиындау болады. Осылай кішкене ішке қарай итеріп тартып тігіңіздер. Менің каналымда бұдан да басқа әдемі өрнектермен жасалған буф жастықтардың түсіндірме видеолары бар. Сізге осы видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ал егер сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде маған жазыңыздар. Және де осы видеоның астына өлшем бірліктерінің барлығын, сонымен қатар Instagram, TikTok, WhatsApp желісінің барлығын белгілейтін боламын. Сіздермен бірге болған Дана. Келесі видеоларда кездескенше.